Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Мұрат болады. Бүгін біз бұйырса ағылшын тілінің бірінші сабағын бастаймыз. Сіздерге керекті нәрселер қалың дәптер немесе бір қалың журнал бастасаңыздар да болады. Себебі ол журналдың немесе дәптердің жартылай екіге бөлесіздерді ортасынан сызып, бір жағына мен жазған ағылшынша сөйлемдерді жазып отырасыздар, екінші жағына қазақша аудармасын мен жазбаймын, бірақ мен қазақша аудармасын айтып отырамын. Сол қазақша аудармасын сіздер екінші жағына жазуларыңыз керек. Бірақ егер бір сөйлемді, бір оңай сөйлем болып, ол сөйлемді сіздер білемін, нақты ұмытпаймын десеңіздер, онда жанына жазбай-ақ қойсаңыздар болады. Бірақ қайталау үшін, үйрену үшін қазақша мағынасын желательно жазып отыруларыңызға кеңес беремін. Ең бірінші басына lesson 1 деп қызыл тақырыптарды, жаңағы сабақтың басын қызыл пастамен жазсаңыздар, өздеріңізге кейін тауып алуға оңай болады. Ал ендеше олай болса, сабағымызды бастайық. Present simple дегеніміз, балалар, біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз білмейтін шығарсыздар, естіген шығарсыздар мектепте. Бұл жай осы шақ. Яғни, былайша айтқан кезде, мысалы, мен мектепте оқимын деп сендер айтасыңдар ғой, оқушы болсаңдар, мен мектепте оқимын деп айтасыңдар. Бірақ дәл қазір сендер мектепте отыру маңызды емес. Бәрің мысалы карантинде үйде онлайн оқып жатқан боларсыңдар, біреулер мысалы демалыста отырған боларсыздар, бірақ сендер жалпы қазіргі уақыттарда сендер мектеп оқушысыңдар, сондай сол кезде сендер мен мектепте оқимын деп айтасыңдар. Немесе студент балалар мысалы үйінде отырып, бірақ мен студентпін, жаңағы мен университетте оқимын деп айту мүмкін. Міне осы шақты біз present simple деп атаймыз. Енді ағылшын тілінде бүткіл жаңағы сөйлемдердің почти 80-90% бізде қазақ тілінде жаңа есімдік дейміз ғой. Мен, сен, сіз, сендер, сіздер, біз, олар, ол деп, осындай сөздерден ағылшын тілінде бүткіл 80% осы сөздерден құралады екен. Сол үшін міне обязательно осы сөздерді жаттап алыңыздар. Мен жазып бастайын. Міне ағылшын тілінде мен деген сөз I, бір I әрпімен белгіленеді. I, мен деген сөз. Келесі you. You бізде сен, сіз, сендер, сіздер деп осы барлық 4 сөзді осы ағылшынша you деп қана айтады екенбіз. You ол деген сен, сендер, сіз, сіздер деген. Ұмытпаңыздар, Келесі we. We дегеніміз ол біз дегеніміз сөз. Біз деген, яғни оның ішінде мен кіремін, және тағы да бірнеше адамдар кіреді, Сол кезде біз қалай сөйлейміз? Біз деп сөйлейміз, Келесі есімдігіміз бізде they. They деген олар. Олар деген, яғни олардың ішінде мен жоқпын, өзіміз жоқпыз, бірақ басқа адамдар 2-3 адам болса, 2 немесе одан да көп адам болса, онда біз олар деген сөзбен айталады екенбіз оларды. Және біздерде бір адамды біз ол деп айтамыз, Бірақ орыстарда, мысалы, оны 2-ге бөліп айтады, білесіздер, Еркек балалар болса он деп атайды, қыз балалар болса ана деп атайды, Сол сияқты ағылшындарда да тура сондай. Еркектерге, балаларға біз ол деген сөз he болады екен. He деп біз балаларға айтады екенбіз. Содан кейін қыз балаларға she деп атайды екенбіз. Міне, осыны ұмытпаңыздар. He, she, осыны шатастырмаңыздар, Сосын заттарға біз бұл деп атаймыз, Бір зат болсын немесе жануарларға ағылшындар it деп айтуға болады екен. Міне, бүткіл ағылшын сөйлемдерінің барлығы осындай бастауыштардан басталады. Енді present simple'да ағылшын тілінде сөйлем құрау өзінің ережелері бар. Қалай сөйлем құрау керек? Міне, бүгін біз I, you, we, they осы 4-еуін бір топқа қосамыз. I, you, we, theyді бір топқа қосамыз. He, she, itті екінші топқа қоямыз. Бүгін біз міне I, you, we, they сөздеріне қалай сөйлем құрау керек екенін үйрететін боламыз. He, she, itті біз келесі сабақта he, she, it болған кезде сөйлем қалай құралатынын біз келесі сабақта өтетін боламыз. Олай болса, сөйлем ағылшын тілінде қалай құралу керек екен? Ең бірінші бізде де бастауыш және баяндауыш болады, қазақ тілінде. Бастауыш деген ол іс-қимылды істейтін адам немесе жаңағы зат,
екінші баяндауыш, ол сол адам немесе сол бастауыштың іс қимылын айтатын сөздер. Бұл жерде де тура сондай, біз бастауыштан бастаймыз. Мысалы, бастауыштың орнына I болуы мүмкін, немесе you болуы мүмкін, немесе we болуы мүмкін, немесе they болуы мүмкін. Міне, осыған біз етістік қосады екенбіз. Етістік ағылшынша verb. Verb деген сөз, етістік деген сөз. Етістікті өздерің білесіңдер, мектептен. Етістік дегеніміз ол іс қимылды білдіретін сөз, яғни не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Міне, осыны жаттабаңыздар. Ең бірінші правило грамматикада present simple қалай құралады? Міне, I, you, we, they осыған етістік қойылады екен. Ал енді түсінікті болса, онда ең бірінші жаңағы сөйлемімізді құрап бастайық, ең бірінші сөйлемімізді құрап бастайық. Ең бірінші жаңа айттым, бастауыштан бастайық, Сіздер де бірінші деп нумерациялап отырыңыздар, өздеріңіз дәптерлеріңізге, Сонда біз күнде қанша сөйлем жазғанымызды біліп отыратын боламыз. Ең бірінші мысалға I деп алайық. Енді осыған міне, мына жерде I, you, we, they плюс verb дедік қой, соның мысалы бір бастауышын қолданамыз. Бірінші I-дан бастайық, мен деген сөзден бастайық, Екінші осыған verbті қосайық. Verb дегеніміз етістік, Мысалы, қандай етістік қойсақ болады? Speak. Speak деген сөйлеу деген етістік қойып көрейік, Сонда не шығады деген көрейік міне. Speak деген міне осылай жазылады. Speak деп оқылады. Сіздер білмесеңіздер, қасына аудармасын жазып қойыңыздар. I speak. Мен сөйлеймін. Көрдіңіздер ме? Сөйлеймін мен деп орындарын ауыстырып айтуға болмайды. Ең бірінші бастауыш болу керек, обязательно I болу керек. Содан кейін барып, оған speak деген етістік қосылу керек. Түсінікті ме, достар? Соның бәрін мұқият тыңдап отырыңыздар. Қасына I speak дегеннің қасына паузаға басып үлгермесеңіздер, мен сөйлеймін деп жазып қойыңыздар. Енді осы I-дың орнына басқа есімдікті алып көрейік, басқа бастауышты. You-ды алып көрейік. Сонда не болады? You speak. You speak. You деген бізде алдына не деп айттым? You деген бізде ол сен, сендер, сіз, сіздер деген барлығы қамтылады, Яғни, бұл жерде сен сөйлейсің деп айтуға болады, немесе сіз сөйлейсіңіз деп аударуға да болады, сендер сөйлейсіңдер, сіздер сөйлейсіздер деп те айтуға болады, Бізде қазақ тілінде қараңыздар, мен сөйлеймін, сен сөйлейсің деп уже өзгеріп кетеді, Соңындағы әріптері сөйлеймін, сөйлейсің, сөйлейсіз, сөйлейсіңдер, сөйлейсің, осылай арт жағындары ауысып кетеді, Ағылшын тілінде көрдіңіздер ме? Ештеңе ауыспайды, тек қана басындағы мен сен дегендері ғана ауысады екен де, қалған жаңағы speak деген сол күйінше қалады. I speak, you speak. Мен сөйлеймін, сен сөйлейсің деп. Енді осының орнына келесі we деген сөзді қойып көрейік. We speak. Қалай болады? Дұрыс айтасыңдар, we speak деген ол біз сөйлейміз деген сөз. Біз сөйлейміз. Көрдіңіздер ме? Ешқандай қиындығы жоқ, тек қана бастауышқа қасына баяндауыш қосамыз, сонда уже сөйлем құралып шыға келеді екен. Енді тағы да they деген сөзіміз бар, бізде. They деген олар деген сөз. Енді осыған speak деген етістігімізді қойып көрейік міне. They speak болды. Сонда не шықты балалар? They speak деген олар сөйлейді деген сөз, Олар сөйлейді. Енді қызығырақ болу үшін, тағы да бір сөз қосып көрейік қасына. Мен ағылшынша сөйлеймін деп айтып көрейік, Ол қалай болады? Мен ағылшынша сөйлеймін дегенде, балалар, қазақ тілінде қараңдар, мен дедім, содан кейін барып ағылшынша дедім, содан кейін барып сөйлеймін деген етістік уже соңына кетіп қалды, бізде қазақ тілінде. Ал ағылшын тілінде естерінде болсын, әрдайым жаңағы бастауыштан кейін, жаңағы I, you, we, they-ден кейін обязательно етістік тұру керек екен. Яғни бұл соңына кетпеу керек екен. Ағылшынша дегені наоборот соңына кетеді екен. Сонда мен ағылшынша сөйлеймін деген қалай болады екен? I speak болады екен. Содан кейін барып English. English деген ағылшынша деген сөз. Сонда I speak English деген сөзіміз ол мен ағылшынша сөйлеймін деген болады. Балалар, енді қараңдар.
негізі сөйлеудің әртүрлі басқа да етістіктері бар, иә? Мысалы, talk деген сөздері бар, мысалы, say деген, айту деген, speak деген жаңағы бір тілде сөйлеуді екен білдіреді. Содан кейін жаңағы speak пен English бір тілдің арасында ешқандай қосымшалар қойылмайды. Бірден speak English деп кетеді. Кейбіреулер шатасады, speak in English деп, мысалы, inді қосып жібереді. Негізі speak English, speak Kazakh, speak Russian деп бірден ештеңе қоспай айтылу керек. Келесі, енді сен ағылшынша сөйлейсің. Қалай болады? Өздерің ойланып көріңдер. Сен ағылшынша сөйлейсің. Сен деген бізде you, иә? Немесе сіз ағылшынша сөйлейсіз. You сөйлейсіз. Бірінші ағылшынша деп айтқанмен сөйлейсіз дегенде бірінші жазу керек, иә, обязательно. You speak English. You speak English. Сіз ағылшынша сөйлейсіз. Сен ағылшынша сөйлейсің. Енді біз дегенді қойып көрейік. Біз қазақша сөйлейміз деп жазып көрейік, иә? Қалай болады екен? We speak Kazakh. We speak Kazakh. Біз ағылшынша сөйлейміз. Оп-оңай, иә, балалар? Біз ағылшынша сөйлейміз. Олар қытайша сөйлейді екен. Ол қалай болады екен? Олар дегеніміз бізде. They сөйлейді. Speak қытайша Chinese. They speak Chinese. Олар қытайша сөйлейді. Енді speak емес, басқа бір етістік алып көрейік, басқа бір етістікті үйреніп көрейік. Мысалы, біз ойнағанды жақсы көреміз. Ойнау деген етістік бізде, білесіңдер, play, иә? Сонда мен ойнаймын деген сөйлем қалай болады? Мен ойнаймын. I play. Мен ойнаймын. Балалар, мысалы, мен ойнаймын деген кезде, бұл жерде мен қазір ойнап отырған жоқпын ғой, иә? Мен қазір ойнап отырған жоқпын, бірақ мен, мысалы, басқа кездерде, басқа уақыттарда, мысалы, компьютер ойындарын ойнауым мүмкін, немесе футбол ойнауым мүмкін, немесе шахмат ойнауым мүмкін, иә? Сол үшін осы present simple'ды қолданамыз. Жалпы мен футбол ойнаймын, футболға қатысамын дегенді білдірту үшін осы present simple уақытын қолданатын екенбіз. I play. Бірақ естерінде болсын. Мысалы, I play деп айтсам, ол дәл қазір менің ойнап отқанымды білдіртпейді. Келесі, сіз ойнайсыз. Немесе сендер ойнайсыңдар. Қалай болады? Дұрыс айтасыңдар. You play. You play. Сендер ойнайсыңдар. Балалар, мына осы мен жазып отқан сөйлемдердің барлығын біреусін қалдырмай барлығын жазып отырыңыздар. Себебі әр жазған сайын сіздеріңіздің қолдарыңыздағы, жаңа қолмен жазған кездегі тезірек жатталады. Қолмен жазған сайын тезірек сөздерді, жаңа сөздерді, білмеген сөздеріңіз болса, олардың барлығы сіздер бүйтіп жаттамай-ақ өздеріңіздің жаңа миларыңызға кіріп отыра береді. Так что барлығын ешқайсысын қалдырмай жазып отырыңыздар. Қасына, жанына қазақша мағынасын егер білмесеңіздер, кейін қайталау үшін жаңа іздеп жүрмейтіндей, бұл қандай сөз еді деп іздеп жүрмей, қасына обязательно қазақшасын жазып қойыңыздар. Ал егер білетін болсаңыздар, онда жазбай қойсаңыздар болады, иә. Енді мысалы айтайық. Біз футбол ойнаймыз. Біз футбол ойнаймыз. Қалай болады екен? Біз деген сөзіміз. We play football. We play football. Міне, біз футбол ойнаймыз. Көрдіңіздер ме? Қазақша ойнаймыз деп етістік соңына кетіп жатыр. Бірақ ағылшын тілдерінде we-дан кейін бірінші іс қимыл кетеді екен. We play. Біз ойнаймыз. Содан кейін барып уже не ойнайтынымызды айтады екенбіз. We play football. Немесе we play basketball деген сияқты. Енді басқа етістіктерді үйренейік, ақырындап. Мысалы, оқу. Сіздер балалар мектепте оқисыңдар, иә? Бірақ қазір бәлкім сендер үйде отырсыңдар, иә? Бірақ сендер мектепте оқисыңдар. Мен мектепте оқимын дегенді қалай айтамыз? Мен деген сөз ең бірінші кетеді. I оқу деген кездегі бір кітап немесе журнал оқу деген мағынада емес, бір мекемеде, бір зданияда оқу дегенді білдіреді. Ол етістік бізде study. Study бір жерде оқуды екенді білдіреді. Енді мектепте
мектепте деген сөз, мектепті білесіңдер, иә? School мектеп, ал мектепте деген сөз ол at school болады екен. At school. Мынаның at деген ол бұл жерде t деген жұрнақты қосымшаны қосып тұр, бірақ сіздер оны барлық жерге олай at деп қоса бермейсіздер, просто мектепте дегенді осылай жаттап аласыздар. Болды, оны бейті бас қатырып осындай ережесі бар деп ойланып отырудың қажет жоқ. I study at school. Мектепте деген at school деп жаттап алыңыздар просто. I study at school. Мен мектепте оқимын. Міне, мен мектепте оқимын деген сөйлем. School, міне, school деп оқылады. Осының бәрін қарап, қалай оқылатын бәрін мұқият тыңдап отырыңыздар. Мысалы, мен мектепте оқимын. Олар университетте оқиды. Ол қалай болады? Олар университетте оқиды. Олар дегеніміз сөз бізде. They, жаттап отырыңыздар. Қайталап, менімен бірге қайталап отырыңыздар, сол кезде тез-тез жаттап қалады. Олар оқиды. Қалай болады? Study, They study. Университетте болады at university. They study at university. Олар университетте оқиды деген сөйлем. Білмеген сөздеріңіз болса, қастарына жазып отырыңыздар, иә? Енді жалпы бір кітап немесе журнал, газет оқу. Ол етістік қалай болады ағылшынша? Мен кітаптар оқимын. I read books. I read books. Мен кітаптар оқимын. Бұл деген сөз менің дәл қазір кітап оқып отқанымды білдіртпейді балалар. Осыны шатастырмаңдар, жарай ма? Бұл жалпы кейбір адамдар бар, үйінде күнделікті бір кітап оқитын адамдар бар. Кейбіреулер вообще мүлдем кітап оқымайтын адамдар бар, Сол, мысалы, кітап оқитын адамдар болса, міне осылай айталады. I read books. Мен кітап оқимын. Немесе сен кітап оқисың ба? Жалпы сен кітап оқисың ба өзі? Деп сұраса, мен кітап оқимын, қандай кітап оқисың деп сұрай бастайды ғой. Сол кезде мен кітап оқимын дегенді осы present simple'ды қолданып айтып отыру керек. Ал не істеп отырсың десе, мен мысалы кітап оқып отырмын, мен міне кітап оқып отырмын десем, ол сөйлем басқаша құралады. Оны біз келесі сабақтарда айтып түсіндіретін боламыз. Мынау жалпы осы шақ деген осы міне. Present simple жалпы осы шақ. Мен кітаптар оқимын. Негізі кітап деген бізде балалар book болады, бірақ көпше түрге айналдырған кезде біз зат есімге s деген әріпті қосамыз. Зат есімге s деген әріпті қосқан кезде біздің зат есіміміз көпше түрге айналып кетеді. Кітап деген, book деген кітап болса, books деген кітаптар болады екен. Көрдіңіздер ме? Қазір енді жекеше түр болған кезде қалай болатынын мен сіздерге қазір алдыңғы сөйлемдерде қалай өзгеретінін жайлы айтамын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Енді мына сөйлемімізді I read books деген сөйлемімізді кішкене қиындатып көрейік, Біз ағылшынша кітаптар оқимыз. Жай кітаптар оқымаймыз, біз ағылшынша кітаптар оқимыз. Ол қалай болады екен? Жазып отырыңыздар. We read. Көрдіңіз бе? Бірінші бастауыш, баяндауыш. Мысалы, I, you, we, they қосылған етістік, обязательно етістік болу керек. Содан кейін барып қалған жаңағы толықтауыш, пысықтауыштары содан кейін жүреді екен. Ағылшынша кітаптар. Ағылшынша кітаптар деген кезде уже ағылшынша ол уже қандай кітаптар деген айтып отырмыз, сын есім зат есімнің алдында тұрады әрдайым. Сол үшін бірінші English деп жазып аламыз. English books. We read English books. Біз ағылшынша кітаптар оқимыз. Көрдіңіздер ме? Қазақ тілінде оқимыз деп ең соңында айтып отырмыз. Бірақ ағылшын тілінде бастауыштан кейін бірден етістік іс-қимыл қойылады. Осыны ұмытпаңыздар. Келесі сөйлеміміз. Маған ағылшын тілі ұнайды. Мне нравится английский, орысша айтқан кезде. I ұнайды деген сөз сіздерге таныс болу керек. Бәріміз білеміз, Инстаграмда, Ютубта бізде не басамыз? Лайк басамыз,
Like деген, яғни біз не үшін басамыз? Егер сол видео, мысалы, немесе фото ұнаса, бізге лайк басамыз, иә? Сол like деген осы сөзден шыққан. Ұнату. Like, ұнату. I like English. Нені ұнатамын? Английскийді ұнатамын. Ағылшыншаны ұнатамын. I like English. Мен ағылшынша ұнатамын. Мен ағылшын тілін ұнатамын деген мағынада келтіріледі. Тілі деген бұл жерде жазылмайды. English ол ағылшын тілі деген сөз. Сен ағылшынша, саған ағылшын тілі ұнайды. Ол қалай болады? Немесе сен ағылшын тілін ұнатасың деген сөз, иә? Сен, сіз, сендер, сіздер осының барлығы бір сөзбен you деп қана жазылады екен, иә? You, өздеріңіз айтып отырыңыздар, you like английский, English. You like English. Сен ағылшынша, ағылшын тілін ұнатасың. Оп-оңай, иә? Біз болса, we like English. Олар ағылшын тілін ұнататын болса, they like English. Бәрі оп-оңай. Тек қана I, you, we, they дегенді өзгертіп отырады екенбіз. Мен ағылшынша білемін. Ол қалай болады? Білу деген сөз, міне. I, білу, know. Мына жерде балалар, мұқият қараңыздар, қазір жазып алайын. I know English. Кейбір балалар бұны былай оқуы мүмкін. I know English деп оқуы мүмкін, иә? Жазылғанда осылай жазылады, бірақ білу деген сөздің мына бірінші K әріпі ол оқылмайды. Соны әрдайым ұмытпаңыздар. I know деп айтамыз. I know English. Know деген кез ана жоқ деген мен шатастырмаңыздар, иә? Know деген жоқ деген нәрсе ол кісі жазылады, ал I know мен білемін деген K әрпімен бірге қосылып жазылады, бірақ оқылған кезде know деп оқылады. K әрпі оқылмайды. I know English. Мен ағылшынша білемін. Сен ағылшынша білесің. You know English. Сіз ағылшынша білесіздер. Қалай болады? Ол да you know English болады. Сіздер ағылшынша білесіздер. Ол қалай болады? Ол да you know English болады. Сендер ағылшынша білесіңдер. Дұрыс айтасыңдар. Ол да you know English болады. Біз ағылшынша білеміз. We know English. Не, бұйырса, бір айдан кейін уже біз осылай айтуға айталамыз деген үмітте боламыз. We know English деп смело айтуға болатын шығар деп ойлаймыз. Келесі біздің етістігіміз жұмыс істеу. Жұмыс істеу деген work. Мен жұмыс істеймін. Қалай болады екен? Мен деген I жұмыс істеймін. Work. I work. Мен жұмыс істеймін. Я работаю. Сен жұмыс істейсің. You work. Біз жұмыс істейміз. We work. Осы айта береміз. Мысалы, мен осында жұмыс жасаймын. Немесе өзгертейік кішкене бастауышты. Біз осында жұмыс жасаймыз. Қалай болады? We work here. Here деген осында деген сөз. Мына жерде осында деген мекен жайды білдіретін сөз, иә? Here. We work here. Мен осында жұмыс істеймін. Міне, осы егер таныс емес болса, мына сөздерді обязательно қасына аудармасын жазып отырыңыздар. Ертең ұмытып қалған кезде осыған қарай саласыздар да қайталай бересіздер. Біз осында жұмыс істейміз. Олар анда жұмыс жасайды. Ол қалай болады екен? Олар деген бізде. They work. Тура сол here, бірақ басында T әрпін қосасақ, they болады. Міне, қараңыздар балалар. TH деген. Екеуі қосылады да, екі дыбыс береді. Біріншісі F. Ол дегеніміз мына тістің екі арасына кішкене ғана шығарамыз да, тілімізді қысамыз да, бүрлейміз. F. Сақаусыз шығады. Міне, осындай дыбыс береді. Және екіншісі V. Ол уже кішкене тілімізді кішкене көбірек шығарамыз да, тістейміз да, үрлейміз. V. Міне, осында екі дыбыс береді. Мына жерде анда деген сөз V деп дыбыс береді екен. Осыны жаттабаңыздар. The анда, сол жерде деген мағынада, яғни
Мына жерде де көрдіңіздер ме? TH, they. Алдында сөздер болады, қай кезде th деп оқылатын сөздер болады, ол келген кезде, сол кезде тағы да естеріңізге салып отыратын боламын. They work there. Олар анда жұмыс жасайды. T егер түсіп қалатын болса, алып тастайтын болсақ, онда here болып қалады. Here дегеніміз осында, there дегеніміз анда. We work here, they work there. Келесі етістігіміз бізде true. True дегендегі өмір сүру, я? Орысша айтқан кезде жить. Где ты живешь? Қай жерде тұрасың деп айтамыз, я? Сол етістік ағылшын тілінде қалай болады екен? Live. Live. True. I live. Қай жақта тұрасыңдар? Мысалы, біз бәріміз Қазақстанда тұрамыз, я? Бір жерде тұратын болсаңыздар, астына обязательно in деген қосымшаны қосып айту керек. Қазақстан. Жазып қойайын. Қазақстан деген, ол өзінше. Қазақстан деген сөз, бірақ in Қазақстан деп айтатын болсақ, онда Қазақстанда деген мағынаны білдіреді. Жалпы in дегеніміз, ол бір нәрсенің ішінде деген мағынаны білдіреді. In the box, мысалы, қораптың ішінде, менің кілтім қайда десе, қораптың ішінде деп айтамыз. Сол мысалы, in деген сөзіміз сол ішінде екенді білдіреді. Бұл жерде де міне ұқсап тұр, иә, Қазақстанның ішінде тұрып жатырмыз деген сияқты. Жеке қаланы айтатын болсақ, мысалы, in Астана, in Алматы, in Орал, in Павлодар деп сөйтіп, мысалы, басына in деп қосып айта беретін екенбіз. I live in Қазақстан. Мен Қазақстанда тұрамын. Көрдіңіздер ме? Қазақстанда деген барлығы ағылшын тілінде бәрі соңына кетті. Басында I, содан кейін етістігіміз кетеді. I live in Қазақстан. Мен Қазақстанда тұрамын. Мен Қазақстанда тұрамын. Сен Америкада тұрасың. Ол қалай болады? Сен Америкада тұрасың. You, етістік кетеді. Live. Америка бола ма? You live Америка бола ма? Жоқ, you live Америка болса, онда сен тұрасың Америка болып қалады, иә? Сен Америка тұрасың деп болады. Сен Америкада тұрасың деп айту үшін бізде не қосу керек екен? Басына in America. You live in America. Сен Америкада тұрасың деген сөз. Келесі етістігіміз have деген етістік. Have-ті білесіңдер ме? Білмесеңіздер жазып отырыңыздар. Have қалай? Бар болу, я? Иметь дейді орысша айтқан кезде. Бір нәрсе сендердің қолдарында немесе өздеріңізде, иеліктеріңізде, меншіктеріңізде болса, онда have деген етістікті қолданамыз. Кейбір жерлерде, кейбір кітаптарда have got деп үйретеді. Екеуі де дұрыс. I have got, менде бар. I have, менде бар. Екеуінде де қолдана беруге болады. Мысалы, не бар? Машина бар деп айтайық, иә? Енді қараңыздар, машина деген бізде car. Car деген ол зат есім. Ағылшын тілінде, балалар, мұқият қараңыздар осы жерде. Ағылшын тілінде зат есімнің алдында, егер зат есім ол саналатын болса, және ол жекеше түрде болса, яғни бір зат қана болатын болса, онда артикль қоямыз. Белгісіз артикль қоямыз. Белгісіз артикль ол. Мына жаққа жазайын, астына қазір түсіндіріп. Немесе n. Осында екі түрлі белгісіз артикльдер бар. Бұл n нені білдіреді? n деген сөзіміз ол one деген сөзден шыққан. One дегеніміз ағылшын тілінде ол сан есім, я? One дегеніміз ол бір деген сөз. One бір деген сөз. Яғни бір зат. Мысалы, мен мына жерде айтып отырмын. I have a car. Менде машина бар. Яғни қанша машина бар? A car деген бір машина бар деген сөз. Сосын кейін машина саналады ғой. Бір штуктап санай аламыз, машинаны. Бір машина, екі машина бар, үш машина бар, төрт машина бар деп біз санай аламыз, айта аламыз, Сол үшін бұл машина зат есім саналады, және бұл жерде бір машина болғандықтан алдына деген артикльді қоюымыз керек біз. Саналмайтын заттар ол қандай заттар? Саналмайтын заттар, мысалы, су саналмайды, Су саналмайды.
ақша саналмайды. Ақша болғанда дағы ақшаның өзі бүйтіп ақша саналмайды, бірақ теңге саналады, иә? Мысалы 1 теңге, 5 теңге деп айтаймыз, бірақ 1 ақша, 2 ақша, 3 ақша деп айтпаймыз, иә? Сол сияқты мысалы 1 қант, 2 қант, мысалы сыпучий заттар, тағамдар, иә? Қант, варенье, сияқты сұйық заттар, мысалы май сияқты, сондайлар бәрі саналмайды. Олардың бәрі жеке-жеке, мысалы 1 стакан деп айтамыз, 1 килограмм деп санаймыз, иә? А өздері былай 1 штуктап саналмайды. Сондай саналмайтын заттардың алдына мынандай артикль қойылмайды. Мынандай артикль, деген артикль тек қана саналатын зат есімнің алдына қойылады. Және ол қанша болу керек? 1 болу керек. Жаңа мен сіздерге алдын айттым, иә? Зат есімнің қасына s-ті қоятын болсақ, ол көпше түрге айналады дедім, иә? Мына жақта басында books дедім, иә? Кітаптар деп айттық, иә? I read books. Мен кітаптар оқимын дедік, иә? Көрдіңіздер ме? Зат есім көпше түр болғандықтан мен мына жерге артикль қойып отырған жоқпын. Ал мына жерде к бір зат болғандықтан мен обязательно алдына артикль қоюым керекпін. Міне, эка. Қай кезде n деген артикль қойылады? N деген, мен осыны бір рет айтып өтейін, кейін келесі сабақтарда сөйлем құраған кездерде просто жай ғана осы артикль туралы естеріңізге түсіріп айтып отырамын, бірақ бұлай ұзақ тоқталмаймын келесі сабақтарда. N деген ол егер зат есім дауысты әріптерден басталатын болса, дауысты әріптер дегеніміз ол бізде ағылшын тілдерінде A, I, U, O, E. Міне осындай дауысты әріптер, егер осындай дауысты әріптермен басталатын болса, онда біз алдына N деген артикль қоямыз. Мысал келтіріп айтатын болсақ, алма ағылшын тілінде apple болады. Apple бізде зат есім қандай әріппен басталып тұр? A деген дауысты әріппен басталып тұр. Айтуға, мысалы, apple десем, тілге кішкене қиындау келеді. Өздеріңіз айтып көріңіздер? Apple, қиындау. Ал енді an apple. Кішкене тілге оңайырақ болды. Көрдіңіздер ме? Осындай дауысты дыбыстан басталатын болса зат есім, онда алдына n деген артикль қойылады. Мынау сияқты, C сияқты дауыссыз қалған дауыссыз әріптен басталатын болса, онда наоборот n деген қиындау болып қалады. NK деген қиындау болып қалады. Ека оңай, айтуға оңай. Міне көрдіңіздер ме? n қай жерге зат есімнің алдына қойылады, және зат есім саналатын болу керек, және ол бір штук болу керек, бір ғана болу керек. Сонда I have a car, менде машина бар деген сөз. Яғни бір машина бар екенін білдіреді. Міне осындай сөйлемдердің ішіндегі әр грамматиканы мен осылай түсіндіріп айтып отырамын, бірақ бүйтіп жеке-жеке тоқталмаймыз. Ол миды ашытпау үшін жеке-жеке тоқталмаймыз. Постоянно осындай сөйлемдерді жазып отырған сайын мен сіздерге естеріңе салып айтып отырам. Ол сосын сіздерге автоматически жатталып қалады да, автоматически ауыздарыңыздан шығып отыру керек. Сіздер бұны зубрит етіп, оны жаттауға болмайды. Егер, мысалы, сөйлем айтатын кезде, мысалы, қоям ба, жоқ, n қоям ба деп отыратын болсаңыздар, олай ағылшынша үйрене алмайсыздар. Сіздер ойланбай, автоматически, мысалы, қазақша сөйлеген кезде ойланбайсыздар ғой, мына жерде қандай сөз қолданам, мына жерде қандай қосымша қолданам деп, тура солай сияқты ағылшын тілінде де автоматически ауыздарыңыздан өзі шығып отыра беру керек. I have a car деп, мысалы. Сол сияқты, сол үшін постоянно мен айтқан сайын қайталап отырыңыздар, жазып отырыңыздар, күніне 2-3 мәрте жазып болғаннан кейін, сабақтан кейін 2-3 мәрте жаңа дәптерлеріңізді ашып, 2-3 мәрте оқып, қайталап, жаңағы жартысын ағылшыншасын жауып қойып, жаңа қазақшасы аудармасын аударып, сөйтіп постоянно үйреніп отырыңыздар. Сол кезде тез үйренетін боласыздар. Енді жаңағы Apple-ға бір мысал келтірейік, сонымен сабағымызды аяқтайық. Менде машина бар дедік, енді бізде алма бар деп айтып көрейік. Бізде алма бар. We have деген бар деген сөз, менде бар, бізде бар. We have apple деп жазып қойайын. Apple деген алма, бірақ алма ол не? Зат есім. Не деген сұраққа жауап береді, не? Алма, зат есім. Алма біреу ма? Или алмалар деп айтып отырмыз ба? Бізде алмалар деп тұрған жоқпыз, бізде алма бар деп айтып отырмыз, Алма бар. Сол үшін зат есім алма, сосын саналады, бір алма, екі алма, үш алма деп саналады. Міне, сол үшін біз мына жердің алдына не қойымыз керекпіз?
белгісіз артикль қоюымыз керекпіз. Қандай артикль қоямыз? Артикльдің екі түрі бар деді. Белгісіз және n. Қойсақ apple. Қиналамыз, Бірақ мына зат есімнің алдында қандай әріп тұр? Дауысты әріп тұр. Сол үшін жаңа мен алдында айтқандай n деген артикльді қоямыз. Сонда бізде сөйлеміміз грамматикалық түрде дұрыс жазылған болып есептеледі. We have an apple. We have an apple. Осыны жақсылап түсініп алыңдар. Енді жақсылап түсінікті болу үшін сіздерге қазақ тілде мысал келтіріп көрейін, Мысалы, кітап. Кітап саналады, бір кітап. Мысалы, кітаптың алдына қандай артикль қоя аламыз? Кітап деп айтуға болады. Ағылшын тілінде, кітап, қалам, дәптер, міне, осы сияқты. Ал n деген, мысалы, дауысты әріпке қандай етістіктерді айтуға болады? Зат есімдерді. Мысалы, алма. Алманың өзі дауысты әріптен басталып тұр. Міне, n алма. N асық. Асық. А әріпінен басып тұр. Дауысты әріппен сол үшін n асық деп айтамын. Міне, көрдіңіздер ме? Осылай түсінікті болу үшін айтып отырмын. Негізі ағылшын тіліндегі зат есімдер осылай дауысты әріптен басылатын болса, n артиклін аламыз алдына, дауыссыз әріптен басылатын болса, деген артиклді қолданамыз. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе айтатын болсақ, балалар, бүгін мен алдында санап сіздерге қойғамын. Бүгін барлығы сіздер 30 сөз үйрендіңіздер осы сабақта. 30 сөз, оның ішінде 9 етістік үйреніп 9 етістік жазыптық. Әрдайым өстіп мен сіздерге отчет айтып отырамын. Осылай постоянно жаңа сөздерімізді қосып отырамыз. Сонда күнделікті қанша сөз үйреніп отырғанымызды, қанша етістік үйреніп отырғанымызды біліп отырамыз, Екінші не үйрендік? 30 сөз үйрендік. Бір деп қояйын, Екінші сөйлем құрап үйрендік. Яғни сөйлем қалай құралатыны. Сөйлем неден басталады? Бастауыштан басталма, бастауыштан кейін не жазылады? Сөйлем қалай құралып басталатыны жайлы біз бүгін үйрендік. Үшінші не үйрендік бұл жерде? Үшінші біз зат есімді көпше түрге қалай айналдыру керек екенін үйрендік, Ақырын бастап үйретіп жатырмын сіздерге. Міне зат есім алдында өттік, I read books деген жерде өттік, міне books. Зат есім book кітап, books болса кітаптар болады екен. Яғни көпше түрге айналдыру үшін зат есімнің артына s деген әріпті қоя салады екенбіз. Біз қазақ тілінде лар, лер деп сондай жұрнақтар, жалғаулар қолданамыз, Мысалы, кітап тар дейміз, тар, тер, дар, дер, сондай қолданамыз. Ағылшын тілінде жай ғана s деген әріпті қолданады екен. S деген қоса сонда көпше түрге айналады екен. Көпше түр деп жазып қойын. Төртінші, артикльдерді үйрендік. Қай жерге қандай артикльдер қолдану керек екенін үйрендік. Артиклі, және n белгісіз артикльдері жайлы таныстық. Енді келесі сабақтарда осының барлығын тағы да естеріңізге салып мұқият айтып отырамын, тағы да бұны ұмытып қалмайсыздар деген ойдамын. Төртінші. Бесінші, сөйлемдердің қалай жазылуын үйреніп жатсыздар. Жазылуы және оқылуы. Қалай оқылады, қалай жазылатынын үйреніп отырсыздар. Және тағы да бір үйренгеніміз at және in деген
қосымшалармен таныстыңыздар. Міне, бір сабақтың ішінде осындай 30 сөз, сөйлем қалай құрауды үйреніңіздер, көпше түрге айналдырып, артикльдермен таныстыңыздар, жазылу мен оқылуын әрдайым үйреніп отырасыздар, әт және ин деген қосымшалармен үйрендіңіздер. Міне, көрдіңіздер ме? Бір сабақтың ішінде қаншама нәрсені үйреніп тастадыңыздар. Енді осының барлығын жаңағы ұмытып қалмау үшін сіздер не істейсіздер? Осыны күнде 2 рет немесе 3 рет дәптерлеріңізді ашып қайталап отырыңыздар. Білмеген сөздеріңізді қайталап отырсаңыздар, жаттап отыру керек болады. Білмеген сөздеріңізді жаттап отыру үшін қайталап отырыңыздар. Жаңағындай қазақшасын жауап қойып, ағылшыншасын оқып аласыздар да қазақшаға аударасыздар, немесе керісінше қазақшасын оқып аласыздар да соны қазақшасын ағылшыншасын жауап қойасыздар да ағылшыншасын аударасыздар. Немесе бір ата-аналарыңызға бересіздер да қазақшасын маған сұраңыз дейсің, содан кейін өздерің ағылшыншасын айтып отырасыңдар. Бүгін біз I, you, we, they оған етістік қосып үйрендік. Келесі сабақта, келесі екінші сабағымызда біз теориялық сабағымызда he, she, itқа етістікті қосқан кезде етістік қалай өзгереді. Міне, сол үшін міне көрдіңіздер ме? Етістік өзгереді. Сол үшін мен сіздерге мына he, she, itті бөлек топ қылып үйретейін деп отырмын. I, you, we, they бір топ қалып отырмын. Себебі I, you, we, they қолданған кезде етістік ешқандай өзгеріске ұшырамайды. He, she, it болған кезде өзгеріске ұшырап кетеді. Етістік сол ертең келесі сабағымызда қалай өзгеретін келесі сабақта үйрететін боламын. Одан басқа тағы да қосымша жаңа етістіктер қосамыз. Келесі сабақтарда жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Сосын қалған енді тапсырмаларды мен сіздерге WhatsApp чатына немесе Telegram чатына жіберетін боламын. Келесі сабақта кездескенше онда сау болыңдар достар. Сәттілік сіздерге ағылшын сабағында.